сөйтіп топтасаңыз кесіп бұл жерде 4 адамнан 5 топқа 4 топқа 5 адамнан бөлінуі қажет. Қарамай, таңдамай ешқандай комментарий айта аласыз. Төртінші топ болсаңыз, қатарына 4 адам отыру керек. Бірінші топ қатарына 1 адам, екінші топтан қалса қатарына 2 адам. Тыңдаймыз. Қазір кейбір сұрақтар 2-ақ жауап болады. Бір күлгін, бір жасыл карточка болу керек. Қазір егер тура пропорционал болса, онда күлгін түсті көрсетесіз. Кері пропорционал болса, жасыл түсті көрсетесіз. Өткен сабақтарда қандай тақырып өткен еді? Қандай тақырып өтті? Пропорционалды шамалар, тура пропорционалды тәуелділік және кері пропорционалды тәуелділік. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты, құрметті оқушылар, міндетті түрде сіздер шамалары тура және кері пропорционалдықпен байланысты есептерді ажырата білулеріңіз керек. Мысалы, есеп берілген болса, сол есеп кері пропорционалды шамалар ма, әлде тура пропорционалды шамалар ма? Соны анықтауымыз керек. Түсіндірме? Ал кеттік әрі қарай. Енді көрсеткішті бір қайталап алайық, естеріңізде ме? Тура пропорционалды шамалар деген не? Енді жалпы түрмен айтқанда, екі шаманың біреуі бірнеше өссе, екінші шамада сол есе өссе, сонша есе өссе, онда болатын пропорция. Ал енді кері пропорция дегеніміз, кері пропорционал шамалар деген олар қандай шамалар? Екі шаманың біреуі бірнеше өссе, пропорционал шамалар болса, мұнда осынығын көрсетеміз. Жоғары көрсетесіз бе? А егер жаңағы қазірге берілген сұрақ тура пропорционалды шамалар болса, мұнда жасыл түсті көрсетеміз. Жетіп қояқ, ал бастап көрейік. Екі жұмда оқи қойды. Бұл қандай шамалар? Ол тура пропорционал, кері пропорционал. Ал тура пропорционалды ол күлгін. Тура пропорционалды күлгін. Кері пропорционал ол жасыл. Түсіндіріп қояйық. Ал енді жауабын көрейік. Жауабы кері пропорционалды шама. Өте жақсы, жарайсыз. Өздеріңіз айтыңыздар. Ал келесі сұрақты қарайық. Келесі сұрақ мынандай. 2 килограмм картопқа 6 килограмм картопқа неше теңге жұмсалды? Барлықтарын күлгін түсті көрсетілді. Жауабын көрсетілді. Тура пропорционал өте жақсы көрсетілді. Енді қандай есеп қарастырып көрейік. Қайталап қояйық. Тура пропорционалды шамалар. Жаңа есеп естеріңде қояйық. Қайталап берейік жаңа есепті. Сонда қалар бірінші пайыздан 6 дәптер жазамыз. 270 теңге, құны 270 теңге.
теңге. Енді ары қарай 10 дәптер нешеге? 10 дәптер неше теңге? Белгісіз болғандықтан оны 2 теңге деп аламыз. Енді қандай өткен сабақта естеріңде ме? Бірдей шамаларды не істейміз дедік? Бірдей шамаларды, бұл жерде 2 шама, біреуі дана, біреуі теңге, 2 шама берген, сондықтан енді қараңдар. Бұл қандай пропорция? Карточкалармен көрсете қойыңдар, қандай пропорция? Жақсы, жарайсыңдар, енді қараңдар. 6 дәптер 770 болса, 10 дәптердің құны не істейді? Көбейеді. Дәптер санын көбейткен сайын, оның құны да көбейеді. Сондықтан бұны қандай пропорция деді? Енді алтыны, қай сан өскен болса, стрелканы сол жаққа қаратып қоямыз. Мына жерде 270-те өседі. Сондықтан не болады? Стрелка төмен қарайды. Түсіндір ғой, енді осы бойынша есептерді шығарған кезде x неге тең болады? Пропорцияларды айта қойыңдар. 10-нан 6 тең x-тан 270 болады. Өте жақсы. Осыдан x тауып аламыз. X тең не істейміз? 270. Өте жақсы, жарайсыңдар. Сонда қанша болады? 270 болайын, 6 3-ке қысқартама? Қысқарама? 270-дің орнына неше болады? 90. Ал 6-ның орнында? Енді 10 мен 2-ні 2-ге қысқартамыз. 2-ге қысқартамыз. 2-ның орнында 5. Енді не қалды? 90 мен 400 болады. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді осындай есептерді шығарып үйрендіңдер өткен сабақта. Осы есептерді ары қарай жалғастырамыз. Енді құрметті оқушылар, қазір мынандай жаңа мен есеп беремін. Осы бойынша енді ары қарай жалғастырамыз. Енді топта жұмыс жасауымыз керек. Жаңа есептерді білесіңдер, қалай шығаратынын. Енді сол есептерге қарап отырып, өздерінің бірінші қандай пропорция екенін анықтауларын қажет. Кесіп қояды. Кесіңдерге мінекей, қазір мынандай әр топқа осындай тапсырма таратамын. Бұл жерде бос орындар толтыру керек. Тез орындау керек. Топқа берілетін есептер. Тек қана бос орындар толтырып, өткен сабақты қалай меңгердіңіздер? Барлық топ болды ма? Бірінші енді топ мүшелері сендерден сұрайтын нәрсе. Мына есеп қандай шама? Егер ол тура шама болса, күлгін түсті көрсетеміз. Кері шама болса, жасыл түсті көрсетеміз. Ал көрсете қойыңдар, қандай шама екен? Барлықтарында жасыл түсті деп ойлайды. Кері пропорционал шамалар деп ойлайсыңдар, өте жақсы. Ал енді есепті барлықтан шығарып болыңдар ма? Шығарып болғанбыз. Бірінші топ бар. Егер шығарып болған болсаңдар, үшінші топтың жауабын екінші топ тексереді. Жарай ма? Екінші топ тексереді, анамаған деді. Төбесіне жазыңдар мынаны, екінші топ. Екінші топ төбесіне. Ал үшінші топтыңдар ма? Үшінші топты төбесіне жазыңдар да, қазір сендер тексересіңдер. Жоқ, солдай тұрсын. Кім? Аян алдын бері алып келі ғой. Сендер мыналарын тексересіңдер. Бірінші топ бүгін алғылар. Бірінші топ, үшінші топ сізді. Бірінші топ бүгін. Үшінші топ? Енді қарап көрейік. Ал, енді жауабым.
мүшелерін, ортаңғы мүшелерін бөлеміз шеткі мүшесіне. 2 мен 4 қысқарады, 6 мен 2 қысқарады. Сонда жауабы 3 болу керек. Көрдіңдер ғой? Түсіндіңдер ғой? Енді маған сол парақтарды бере қойыңдар. Келесі есеп. Бұл қандай шама? Бұл қандай шама? Бір оқып алыңдар енді. Бір оқып алайықта айтып көрейік. Қандай шама? Күлгін тура түсті. Тура пропорционал шамалар болса, күлгін түсті көрсетеді. Кері пропорционал шамалар болса, керді. Жақсы. Бұл жерде енді сәбіздің бағасы салмағы өскен сайын, оның құны да өседі екен. Өте жақсы жарайсың. Жарайсың. Келесі. Енді осы есепті дәптерге шығарып жүреді. Шығарып қоя қойыңыз өзі. Дәптерге шығарайық. Өте жақсы, молодец, жарайсың. Өте жақсы. Енді құрметті оқушылар, осы сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымызды қорытындылау үшін прикерс қосымшасында білесіңдерге карточкаларыңды банктан алдыңдар ма? Карточкаларыңды алған болсаңдар, қазір сол прикерс бағдарламасында жауап бересіңдер. Кестік қоя? Ал енді көрейік қане. Прикерс бағдарламасын ашамыз. Дайсыңдар ма? Ал енді карточкалардан бастайық. Болды ма? Бәрі қабылданды ма? Барлық жауаптар қабылданды ма? Қабылданған болса, енді қабылданды ма? Тағын қабылданды. Бәрі аяна қабылданды ма? Болды. Енді текте қарап көрейік, кәне. С жауабын таңдаған бұл жерде 10 оқушы екен. Д жауабын 2 оқушы. Сонымен дұрыс жауабы. Келесі сұрақты қараймыз. Екі шама кері пропорционал деп аталады. Қайсысы бұл жерде егер? Қайсысы дұрыс? Білімдерін 75% көрсетілді. Өздеріңді қошеметтеп қойыңдар, құрметті оқушылар, өте жоғары нәтиже бұл. Кешегі сабақта бар жоғы біз 58% ғана көрсеткен едік, ал бұл сабақта 75% көрсетілді. Сәуле, қарап отырмын, мен үшін қажет, сендер қаншалықты сабақты меңгергендерің қажет. Бірінші, пирамиданың ең төменгісіне нені түсінбедіңдер, соны жазасыңдар, қысқа жазасыңдар. Ал екіншісіне түсінген нәрселерін жазасыңдар, бірақ ол жетілдіру керек нәрсе. Ал мына жерде барлығын керемет түсінген не? Қандай нәрсе керемет түсінген? Соны мына жерге тез жазып бере қойыңдар. Уақытымыз тығыз, білімнің уақытымыз қалды. Концерт қайда? Осы тақырыпты қайталаймыз. Дәл осы бірақ пайызға шығарамыз. Түсіндір ғой, тура осылай пропорция қылып шығарасыңдар. Еш қорықпаңдар. Бұл бастамасы нәтижелерін өткен сабақта 58% берген болса, бұл сабақта 75% беріп отыр. Өте жақсы нәрсе. Келесі сабақта да одан сайын жоғары 100% көрсетеді деп сенемін. Зейін қойып тыңдағандарыңа рахмет.